Есектің арам болуы. Әл-Қисса. Топан су басталғанда Нұх кемеге барлық жан-жануарларды асығыс кіргізіп жатты. Есек кіріп келе жатқанда Ібліс оны арбап: «Есек, саған ерекше қасиет біткен, ешқашан досқа қиянат жасамайсың. Мені топан суда қалдырмай, өзіңмен бірге кемеге ала кір» деп жалынады. Есек келіседі. Екеуі ішке ұмтылады. Есікке жақындағанда Ібліс: «Нұх мені кіргізбейді, құйрығыңа тығылып кірейін» деді. Есек: «Мақұл» деді. Ібліс есектің құйрығынан ұстап алды да кері қарай сүйрей жөнелді. Есек шыдай алмай ақырып жіберді. Кемеден қалып кетермін деп шошып зәрін жібереді. Тар жерде топырлап тұрған хайуандар азан да қазан болады. Нұх есекке жекіп «Кірішке» деді. Есік кірейін десе, сайтан құйрығынан тартып жібермеді. Ол төрт аяқтап тұрып қалды. Нұх екінші рет: «Ей малғұн, өткелді бөгемей кірішке» дегенде, есектен бұрын Ібліс лып етіп кемеге жайғасты. Нұх оны көріп: «Әй сайтан, шық, сені ешкім шақырған жоқ» деді Ібліс. Ібліс сонда: «Әлгінде ғана кір малғұн дедің ғой». «Малғұн менмін, әміріңмен кірдім» деді. Нұх сөздерден жеңілген соң есекке қарап: «Көрген күнің қараң болар, жүрісің шабан болар, жегенің сабан болар, етің арам болар» депті. Осыдан бастап есектің еңбегі адал болғанымен еті арамға айналыпты. Оның әліге дейін өткелден өтерде суға зәр жіберетін жаман әдеті осы оқиғадан қалыпты деседі. Қазір де есек Іблісті көрсе, өткелдегі оқиға есіне түсіп, ақырып жаны қалмай қорқады екен. Нұх Ібліске не амалын қыларын білмей қатты састы. Сол кезде Тәңірісі: «Әй Нұх, Ібліске тиіспе. Мен оған қияметке дейін тірі жүретін ғұмыр бердім. Ол адамзатпен бірге өмір сүреді». Сосын барып пайғамбардың уайымы басылды. Бір күні ол Ібліске уағыз айтып, бетін бері бұрмақ болады. Ібліс оған: «Ей Алланың елшісі, мен тәубе еткім келеді. Сен пайғамбарсың, Құдайға сөзің өтеді. Тәңірге дұға етші, менің күнәмді кешіп, тәубемді қабыл етсін» дейді. Сонда Нұх қуанып кетіп: «Уа жасаған ием, мына Ібліс малғұн тәубеге келіп отыр. Тәубесін қабыл етіп, күнәсін кешіре көр» деп дұға етеді. «Ей Нұх, мен кешірімді Алламын. Дүниеде мен кешпейтін күнә жоқ. Ібліс әлімсақта адамға сәжде етпей қасарысып, менің дәргейімнен қуылып еді. Егер адам атаның мүрдесіне сәжде етіп, менің озалдағы әмірімді орындаса, барлық күнәсін кешіремін» дейді. Нұх сайтанға қарап: «Адамның мүрдесіне бір мәрте сәжде ете салсаң, Құдай күнәңді кешіреді» деп өтінді. Сонда Ібліс: «Мен адам атаға тірі кезінде сәжде етпеген едім, енді өлі денесіне сәжде етемін бе» деп қарсы сұрақ қойды. Нұх сонда барып сайтандағы тәкаппар мінездің әлі сынбағанын түсінеді. Ешкінің құйрығы неге шошайған? Әл-Қисса. Нұхтың кемесінен барлық жануарлар жай алғанда ешкі ғана қасарысып кірмей қойыпты. Пайғамбар әрі шақырып, бері шақырады, ешкі көнбейді. Ұстайын десе қашып, ұстатпайды. Бір күні ешкіні қуалап жүргенде пайғамбардың түймесі үзіліп түседі. Ол Құдайдың құдіретімен бір түнде ошаған деген шөпке айналып шыға келеді. Сабағынан әлі иіс пен гүл шығарады. Әдемі иіс және гүл шығаратын ошаған деген шөпке айналады. Ешкі оны көргенде сілекейі ағып, оны жеуге ұмтылады. Сөйтіп шөптің жасырын өскен бармақтай тікенектері бар екен. Олар ешкіге жабысып жібермей қояды. Ешкі одан сайын босай алмай маңырап қоя береді. Пайғамбар ертесіне ешкіні маңыраған даусынан тауып алады. Қанша күн қасарысып сонша діңкелеткеніне Нұхтың ашуы тарқамаған еді. Ол ешкіні құйрығынан ұстап: «Мың жерден қасарсаң да маған ұрпақ керек» деп
кемеге қарай лақтырып жіберіпті. Пайғамбардың қолы қатты тигеннен ешкінің құйрығы шошайып қалған екен. Ошаған деген шөп те Нұхтың түймесінен пайда болған соң бірде адамға, бірде айуанға жабысып жүреді екен. Ал оның 1001 ауруға шипалы қасиеті пайғамбардың шарапатынан екен деседі. Жарқырауық қоңыздар. Әл-Қисса. Нұх пайғамбар кемеге барлық жануарды тиеген соң, жер бетін топан су басты. 40 күн бойы жаңбыр жауып еш толастамады. Кемеге су кірмеу үшін пайғамбар есік терезені саңылау қалдырмай түгел жапқан еді. Бір кеменің іші қап-қараңғы түнекке айналып шыға келді. Бәрінің бойын үрей биледі. Сол сәтте Нұх пайғамбар Құдайға қол жайып, «Уа Тәңірім, маған жарық бере көр» деп жалынды. Тілегі сол заматта қабыл болып, Жебірейіл пеште 2 гауһар тас әкеліп берді. Гауһар тасты кемешіне тастап еді, олар жарық шашатын қоңызға айналып кетті. Кеменің іші жап-жарық нұрға бөленді. Сол кезде ғана барлық жануарлардың үрейі басылып, кеме ішіндегі тіршілігін бастап кетті. Мешіннің жаралуы. Әл-Қисса. Нұх пайғамбар кеме жасап жатқанда бір қылжақбас күнде оны мазақ етіпті. Оның құйтырқы сөздеріне Нұх шыдай алмай, кейде жылап жібереді екен. Қылжақбас, «Мына жындының ісін қараңдар, су жоқ жерде кеме жасап жатыр. Кемеге барлық жануарларды жинамақшы. Кемеде қасқыр мен қой, түлкі мен тауық қайтып бірге тұрады», деп әжуалайтын болыпты. Бір күні апат басталып, барлық жануар Алланың әмірімен кемеге мінеді. Кеменің есігі жабылар сәтте Жебірейіл пеште бір мақұлықты сүйреп әкеліп, «Әй Нұх, мынау сені әжуалап, талай рет жылатқан қылжақбас, момынды мазақтаған Құдаймен ойнағанмен бірдей, сені нала қылған үшін Алла оны маймылға айналдырды. Оны да ала кет. Топан судан қалай аман қалатынына куәгер болсын» дейді. Қылжақбас адам маймылға айналып хайуандардың қарасын көбейтеді. Содан бері өзі де елдің мазағына ұшырап келеді екен. Жүзімнің жаралуы. Әл-Қисса. Әбіліс кемеге мінген соң әркімді азғырып, бүлік шығарып жүрді. Бірде ол қорапта жатқан жүзім ұрығын ұрлап алды. Нұх іздесе, жүзімнің дәні орнында жоқ. Хайуандардан сұраса, ешқайсысы көрмеген. Ол, «Әй Әбіліс, жүзімнің дәнегін алған сен бе?» деп сұрайды. «Жоқ, оны қайтем. Жүзімді торғай жеп отырған» деп өтірікті соғып жібереді. Барлық хайуан торғайға жабылады. Бейшара торғай шыр-пыр етіп жаны қалмай ақталды. Оны ешкім тыңдамады. Торғайдай жаны қалмай шырылдады деген сөз сол кезден қалыпты. Нақақтан нақақ жалалы болғанына ызаланған торғай булығып жылап жібереді. Нұх оған сенді. У-шу басылды. Көз жасын көрген соң жануарлар да райынан қайтты. Нұх Ібіліске, «Ей малғұн, бір бәле келсе сенен ғана келеді. Дәнекті қайтар, әйтпесе жағдайың қиын болады» дейді. Ібіліс, «Берем, бірақ бір шартым бар». «Айт шартыңды». «Ертең жүзім қайта егілгенде маған 3 рет суаруға рұқсат ет». «Мен 3 рет суғарайын» дейді. «Жоқ десең жұтып қоямын» деп қорқытты. «Жарайды, рұқсат» дейді Нұх. Ібіліс ұрықты қайтарды. Су басылып, жер құрғап, жүзім егілетін күн туды. Нұх Ібілістің алдын орап, жүзімді пейіштегі Рәнжбәбіл және Сәлсәбіл өзендерінің суымен 2 рет суғарды. Кезек Ібіліске тигенде ол бірінші түлкінің кіші дәретіне, екінші иттің, үшіншіде шошқаның дәретіне өзінің дәретін қосып 3 рет суғарды. Нұх бірінші Сәлсәбіл бұлағымен суғарғасын жүзімге дәмді шырым бітті. Рәнжбәбіл бұлағымен суғарғасын кепкен кезде мейізге айналды. Ібілістің қолы тигесін жүзім жемілсі, сәл ашыса мас қылатын шарапқа
айналып өзгерді. Шарапты ішкен кісі түлкіге ұқсап жәдігөйленеді екен. Көп ішсе ит ұқсап ырылдасып, шайнаса бастайды. Есінен танып ішсе шошқа сияқты батпаққа аунап жата береді екен. Нұх пайғамбар жүзімді бірінші боп суғарысып, оның жемісі алдымен адал боп пісті. Шырыны ашса арам суға айналды. Пештің суы тигесін жүзімге ерекше қасиет бітті. Егер кімнің үйінде мейіз болса, сол үйде періштелер жүреді деген сөз Нұх пайғамбардан қалған екен. Мысық, тышқан, доңыздың жаралуы. Әл-Қисса Нұхтың кемесінде 3 түрлі мақұлық пайда болыпты. Олар мысық, тышқан, доңыз екен. Кеме тар болғасын тез болған пластанды. Уа жасаған ем, кеме нәжіске толды, қайтпек керек дейді. Нұх, Тәңірісі пілдің арқасын сипа деді. Пілді сипағанда оның ұзын мұрнынан доңыз түсті. Шошқа нәжісті жеп тап-тұйнақтай қылды. Ібіліс доңызды арбап, менің қолым тиген жануар қасиетті болады, кел арқаңды сипат деді. Доңыз ібіліске жонын тосты. Ол арқасына сипағанда доңыздың танауынан 2 тышқан атып шықты. Піл тышқанды көріп шошып кетті. Пілдің тышқаннан қорқатыны осыдан қалған екен. Тышқандар кеменің қуысына тығылып, еденін кеміре бастады. Кемеге су кіріп, жан-жануар әуре сарсаңға түсті. Нұх, уа құдайым, енді не қылдым деп жалынды. Жаббар хақ, дереу жолбарыстың арқасын сипа деп бұйырды. Жолбарысты сипағанда оның мұрнынан мысық атып түсті. Ол жалма-жан тышқандарды қуалай жөнелді. Нұх оған риза болып, мысық жан жауырының жерге тимесін деп арқасын сипады. Нұхтың батасын алған мысық құлағанда жон арқасын жерге тигізбей 4 тағандап түседі екен. Тышқан тескен тесіктен кемеге сыздықтатып су кіре бастайды. Кеменің су түбіне кету қаупі төнді. Сонда жылан келіп, тесікті бітесем, ақысына не бересің дейді. Қалағаныңды ал дейді Нұх. Әуелде жылан пештің күзетшісі болған еді. Ібілісті пешке кіргізіп, Тәңірдің қаһарына ұшырайды. Аяқ қолынан түгел айырылып, жерге түседі. Жазасы ретінде Тәңір оған ризық бермепті. Дүниедегі ең қаны тәтті мақұлықты қорек еткім келеді дейді жылан. Дегенің болсын дейді Нұх келісіп. Жылан құйрығымен тесікті бітеп жатып алды. Жарты денесі суық теңізде ұзақ тұрғасын, оның тәні мұздай болыпты. Ібілістің қолы тигесін доңыздың еті арам болып қалыпты.